Сәлем достар, декоративный ленталардан осындай гүлдер, жапырақтар, олардың картиналарын жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен осы роза гүлді жасап, оны матаға орналастырамыз. Мен 2-3 сантиметрлік жұмсақ жылтыр ленталарды алдым. Гүлімізді бастаймыз. Лентамыздың жылтыр жағын сыртқа қалдырып, ұшынан осылай үшбұрыш жасаймыз, қайырамыз үшбұрыш жасап. Одан соң видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Орап отырған жерімізді жіппен біріктіріп тігеміз, яғни бір қалыпта орналастырамыз. Енді сыртқа қарай қайыра отырып ораймыз. Розамыздың ортасын осылай бір сыртқа, бір ішке кезек-кезек қайыра отырып, ортасын орап шығарамыз. Енді гүлдің жапырақтарын дайындаймыз. Лентамыздан 40-50 сантиметр қалдырып кесеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, тікбұрышты үшбұрыш қылып жасап, кері қарай қайырамыз, сонда асты түзу болып шығады. Тағы да көрсетейін. 3 тікбұрышты үшбұрыш қылып жасап, кері қарай қайырамыз. Асты түзу болады. Енді осы астың жағын тігіп біріктіреміз. Келесі жағын осылай үшбұрыш етіп келтіріп бүктейміз. Астыңғы жағынан түзу үшбұрыш етеміз тағы да. Одан соң кері қарай қайырамыз. Сонда бізде толық гүлдің жапырағы шығады. Астың жағы түзу болып тұру керек. Осы жерін біріктіріп тігеміз. Осылай лентамыз аяқталғанша жапырақтарын жасап шығамыз. Міне біздің жапырақтарымыз дайын. Жапырақтың ұшы үшкір болмауы тиіс, бос етіп үшбұрыш жасалуы керек. Енді дайын болған жапырақтарымызды орап, гүлімізді жасаймыз. Видеода көрсетілгендей жапырақтарымызды бос етіп орап, астың жағынан осылай тігіп орналастырамыз. Гүлдеріміз дайын, енді осыны матаға орналастырамыз. Лентаның түсі, оның жалпақтығы өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Жалпағырақ лента алсаңыз, гүліңіз үлкенірек, көлемдірек шығады. Ал матаны осындай кергішке қысып немесе рамкамен керіп алсаңыз, ол жұмыс істеуіңізге ыңғайлы болады.
Видеодағыдай гүлдің астын айналдыра тігіп матаға орналастырамыз. Енді розаның ашылып тұрған жапырақтарын лентамен тігеміз. (20-30 сантиметр лентамызды аламыз. Үшбұрыш етіп қиғашынан кесеміз. Лентамен жұмыс істеуге арналған арнайы инені алып, лентамызды сабақтаймыз. Ашылып тұрған жапырақтарды гүлдің орналасуына байланысты өзіңіздің ойыңызбен әдемі етіп жасайсыз. Томпитіп алып, жеке-жеке жапырақ етіп жасасаңыз болады. Немесе айналдыра отырып, розаның гүлін шығарсаңыз болады. Міне біздің роза гүлдеріміз дайын. Келесі видеода осы гүлдерге жапырақтарды, гүлдерді салатын себет, яғни корзинасын жасауды көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.